Так, біз эфирден шықтық. Эфирді аяғына шейін көрген шығарсыздар. Менің мүлдем настроением болған жоқ. Әрине кешегі эфирден кейін. Кешегі эфир өте қатты ауыр болды маған. Мүлдем түнде ұйықтаған да жоқпын. Түрім шаршаңғы болды, бір жағынан уайым болды деген сияқты. Сол эфирде қалдым. Рахметімді айтам Қосылайық жобасына. Маған бір мүмкіндік бергеніне, бізге бір мүмкіндік бергеніне үлкен алғысымды білдіремін. Сол енді қайтып жатырмыз үйге. Жанымда Мұхтар бар. Привет всем. Өте қуаныштымыз, то, что Аягөз проектте қалғанына. Бақытты болуға лайық жандардың бірі. Қосылайық жобасына тағы да үлкен рахмет. Аягөзге бір шанс бергендеріңізге үлкен рахмет. Рахмет. Досым ғой, менің досым. Кешегі ситуацияда кейбіреуіңіз қолдап жатсыздар, демеп жатсыздар, кейбіреулеріңіз даттап жатсыздар, ал кейбіреулеріңіз қарғап жатсыздар да. Мен сіздерге бір нәрсе айта кетейін. Ол жерде ешқайсыңыз болған жоқсыздар. Мән-жайды көздеріңізбен көрген жоқсыздар. Жанымызда болмадыңыздар. Даже көп қатысушыларда болмады. Сондықтан да артық сөз айтпаңыздар, өтініш. Мен де адаммын, мен де еттен, сүйектен жаралған адаммын. Олай білмеймін, қалай адамға соншалықты қарғыс айтып, олай істеуге болады, білмеймін да даже. Мен түні бойы шынымен ұйықтаған жоқпын. Мен жаңа көрдіңіздер эфирде, жүзімді көрдіңіздер, қандай болып отырғанымда. Сол айтарым, мені қолдаған жандарға алғысымды білдіремін. Алғысым шексіз сіздерге, шын айтам. Маған кішкене күш қуат беріп, басымды көтеруге сіздер жәрдем еттіңіздер. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Қайырлы кеш достар. Жаңа Қосылайық жобасынан шықтық. Өте қуаныштымыз. Яғни қуаныштымын. Эфирдің соңына дейін қобалжып кәдімгі уайымдап отырдық. Не боламыз оны бүгін қозғаймын деп еді, ол тема қозғаған жоқ. Сондықтан енді ол тема жабылды, қайтып оралмаймыз. Алдағы уақытта тек жақсылықтар болады, Алла бұйыртса. Көріңіздер Қосылайық жобасын. Өз жарымды іздестіріп келдім. Енді интрига болып бізге де Аллаға шүкір жобада қалдырды, бізге бір мүмкіндік берді. Алдағы уақытта ондай қателіктер қайталанбайды. Енді сәл Асхат мырзаның айтқаны сәл артықтау болды, ондай нәрсе болмаған. Негізінде мен кім алдында ақтап, және сол жарымды тауып, осында той жасап кету мақсатым. Алла бұйыртса сол күнге бірге жетейік. Және бүгінгі эфир қалай өтті, біз енді пікірге онша қоса алмадық.